Mine бүгін Шоманай халқы жүдә үлкен қуанышта. Себебі мінеке Қарабайлы жолы Шоманай техникумының аралығында тұрмыз біздер жаңа асфальтланып жатқан жолға жүдә қуанышлы көріп, біздер қуанышымыз толып атыпты. Бұрын біздер сондай жаман жолларда, дүңкі жолларда жүретұғын едік. Шаң, тозаң, еліміздің, адамдарымыздың денсаулығына зиян тиетұғын ауқалда жүретұғын едік. Мінеке қазіргі уақытта біздер сондай жақсы заманда жасап атырмыз. Мінеке қара қатлам асфальтлар істеніп атыпты. Баратығын жерімізге біздер аман есен барып, бұрын 3-4 сағатта жететін едік. Қазіргі уақытта мінекей сондай тегіс жолlarda барып, аман сау барып қайтып атырмыз. Перзенттеріміз болса, шаң тозаңсыз жерде бақшаларына барып келіп атырды, мектептерге арқайын барып келіп атырды. Сондай мына істеніп атырған асфальт жол біздің халқымызға, елімізге, мінекей перзенттерімізге 100 жыл қызмет етіп береді деген үміттеміз. Осындай жағдайлардың барлығын біздерге беріп атырған құрметті президентімізге рахмет айтамыз. Себебі ең бірінші президентіміз сайланған уақытта біздің районымызға бірінші мәрте назар салынған, һәм келіп біздер оларменен ұшырасқанбыз президентпен. Суақлары көп жаңалықтарды айтып кеткен еді. Мінекей көзбен көріп отырмыз, әмме айтылған затлардың бәрі орыланып атыпты, асфальтланып атыпты, районымыз гүлленіп атыпты. Шоманай районы қазіргі уақытта гүлленіп баруда. Бұның барлығын Шоманай районының нұранилар атынан, хайыл қыздар атынан, барлық халқымның атынан мен президентімізге өз миннетташылығымды білдіремін. Рахмет президентімізге. Әрбір районның бағасын келген адамлар районға келген уақытында жоллардың қайсы дәрежедегі екенлігіне қарап баға береді. Міне біздің районымыздың жоллары бұрыннан жаман емес еді. Бірақ қазіргі уақытта жүдә басқаша үлкен бір жұмыстар істеніп атырыпты. Соның нәтижесінде міне қазір міне көріп атырыппыз. Қара қапламалы жүдә жақсы, бұрын еш уақыт болмағандай дәрежедегі жоллар құрылып атырыпты. Бұл әлбетте біздің жоғары басшыларымыздың, республика басшыларының районның халқына деген бір үлкен қамқорлығы, басшылығы деп мен білемін. Жоллардың осындай жақсы болуы біздің халқымыздың бейнет істеуіне, оның кайфиятына, социалдық жағдайына, абадылығына жүдә үлкен өзінің тәсір етеді. Адамлардың өздерінің баратығын жоллары, баратығын жерлеріне баратығын уақыты қысқарды. Бұрын мысал үшін мінекей Нөкіс қаласына біз 2-3 сағатта баратығын болсақ, қазір міне 1 сағатқа жетпей машиналар жолдың жақсы болғаны үшін жетіп барып жатыр. Осындай қамқорлық үшін, осындай міне қаражаттарды бөліп шығарып, халықтың бір абаданлығы үшін қызмет қылып отырған президентімізге, республика үкіметіне, Қарақалпақстан республика басшыларына, район басшыларына, халқымыздың атынан, нұранилардың атынан миннетташылық білдіремін. Құрметті президентіміздің 70 санлы қарарына асас Шоманай районына өтуші 235 автомобиль жолының 45-67 километр аралығында және 22 километр жолымыз ремонтланып жатырды. Қазіргі уақытта 45-52 километр аралығын болдық, және 7 километрді. Ендігі жұмыс давамы 22 километрді әресізлігіміздің 35 жылығына тапсыру арапасындамыз. Құда қаласа жұмыс істеу барысына және 7 техника бар, істеп жатырған 20-дан көп ішшілеріміз бар.